Қазіргі таңда өзіңіз білетіндей монтажға арналған бағдарламалар саны аз емес. Олар жалпы құрылысы бойынша бір-бірінен қатты айырмашылықтары жоқ, тек функционал жағынан болмаса. Сондықтан сізге тек біреуін қолданып үйренгеннің өзі жеткілікті. Қалғандарын автоматты түрде түсініп аласыз. Менде көріп тұрғандай монтажға арналған 3 бағдарлама тұр. Олар CapCut, VN және VideoLip. Оның ішінде біз стандартты түрде қолданатынымыз ол VideoLip. Так, бағдарламаға кірейік. Сізді бірден монтаж жасайтын жұмыс парақшасы күтеді. Жоғарыда сол жақтағы батырмалар, олар настройки, ол жерде қатты ештеңе жоқ. Екіншісі сіздердің проекттеріңіз сақталатын жер. Үшіншісі ол справка. Бұл жерде осы бағдарламаның мүмкіндіктері көрсетілген. Міндетті түрде қарап шығыңыз. Және төртіншісі ол экспорт. Онымен жұмыс жасауда видео соңында көрсететін боламын. Енді төмендегі инструменттерге көшейік. Бірден айтайын, біз бұл сабақта барлық құралдарды қарастырмаймыз. Өйткені тегін версияда кейбір функциялар жабық және көпшілік функцияларды интуитивті түрде түсініп алу қиын емес. Бүгін біз монтаждың негізгі құралдарын қарастыратын боламыз. Холст. Бұл жерде сіз видеоңыздың размер жағынан форматын таңдай аласыз. Жалпақ немесе квадрат қыласыз ба, әлде сторис размері керек па, бәрін осы жерде таңдай аласыз. Фон, енді аты айтып тұрғандай, фонның түсін таңдауға қажет. Микшер. Бұл батырмамен сіз монтажға қажет видеоларыңызды жұмыс орнына сала аласыз. Оны мына плюс батырмасымен де істеуге болады. Қазір біз монтажға қажет 4-5 видеоны салып жіберейік. Көріп тұрғандай, олар жұмыс орнына рет-ретімен түсті. Осы жұмыс орны кәсіби тілмен таймлиния деп аталады. Видеолардың орнын ауыстырғыңыз келсе, қалаған видеоңызға басып тұрып, оның орнын ауыстырсаңыз болады. Бір бассаңыз, төменде сол видеоға қатысты параметрлер шығады. Яғни, бұл құралдар арқылы сіз видеоңызды бояй аласыз, көріну-көрінбеу деңгейін қоя аласыз, аудио, размер және видео жылдамдықтарын өзгерте аласыз. Менің идеям бойынша, менде бұл видеоның дыбысын алып тастау керек. Өйткені мен қазір фонға басқа ән қоятын боламын. Ол үшін видеоны таңдаймын, аудио, без звука батырмасын басам. Болды, аудио жоқ. Көріп тұрғандай, бұл жерде бізде басқа да функциялар бар. Олар бізге айтарлық қажет емес. Дәл осылай, басқа видеолардың да дыбыстарын осылай өшіріп тастаймыз. Енді бұл видеолардың жылдамдығын 2 есе түсіруіміз қажет. Ол үшін артқа қайтамыз, скорость. Мына ползунокты солға тартамыз. X 50-ге дейін. 50 дегеніміз ол пайыз, яғни 50%-ға төмендетеміз деген сөз. Видеоны былай жайлату үшін алдыңғы сабақтарда айтылғандай, видео 60 кадрға түсірілуі қажет. Ұмытпаңыз. Оңға жылжытсаңыз, сәйкесінше видео жылдамдығы артады. Келесі қадам, фонға қоятын музыкамызды таймлинияға қосу қажет. Ол үшін біз Телеграмды пайдаланамыз. Қазір көбісі музыканы Телеграмнан іздейді, тыңдайды. Сондықтан біз мұнда дайын тұрған музыканы аламыз, басып тұрып, выбрать, жоғарғы қарап тұрған батырманы басып, VideoLipті таңдаймыз. Міне аудио таймлинияға орналасты. Осылайша кез келген әнді бұл бағдарламада қолдана аласыз. Монтажға кіріспестен бұрын сізге қалған құралдарды көрсетіп жіберейін. Текст. Бассаңыз, видеоның жоғарғы жағында жеке слой пайда болды. Правкаға кіріп, сіз қалаған текстіңізді жазасыз, шрифтін, анимациясын қойып өзгерте аласыз. Текстің тұру ұзақтығын екі жақтағы стрелкаларды қозғай отырып орната аласыз. Ұзақ тұрғаны керек болса, созасыз, тек басында тұрып кетіп қалу керек болса, сәйкесінше қысқартасыз. Бұлай жалпы видеомен де жұмыс жасауға болады. Яғни, басын соңын қиғыңыз келсе, бұлай жылжыта отырып қия аласыз. Ал видеоны екіге бөлгіңіз келсе, мына астында шығып тұрған разделить батырмасын басасыз.
көріп тұрғандай видео екі жеке бөлікке бөлінді. Келесі құрал ол стикері. Бұл жерде де жұмыс жасау механизмі дәл жаңағыдай. Таңдайсыз, қоясыз, қалағаныңызша қысқартасыз. Аудио. Бұл жерде бағдарламаның өзі ұсынатын музыка звуктарын пайдалануға болады. Ол үшін әрине сізде платный подписка болуы қажет. Және монтаждап жатқан видеоңызға өзіңіз сөйлеп аудио жаза аласыз. Егерде айтарлық озвучка керек болса, записьті басып сөйлесеңіз болады. Фильтры. Бұл жерде әрине видеоңызға бояу келтіре аласыз. Ол да жоғарыдан жеке слой болып орналасады. Бұл слой қай видеолардың үстінде тұр, сол видеоларды бояйды. Сәйкесінше толық видеоны бояуға қажет болса, толықтай созасыз. Коррекция және диапазон. Өкінішке орай подписка бойынша жұмыс жасайды. Ал помехи және эффекты мен оларды қолданбаймын, өйткені олар мен үшін тым нашар жасалған. Яғни сапасы маған ұнамайды. Сіздерге де сондай кеңес берем. Пайдаланудың қажеті жоқ. Енді білмеймін, біз компьютердегі эффекттерге үйреніп қалғандықтан ба мүмкін. Енді монтажға толықтай кіріспес бұрын видеолиптағы жаңа функцияны көрсетіп жіберейін. Музыкамызды басып, астында биты дегенді таңдаймыз. Көріп тұрғандай, музыка үстінде нүктелер пайда болды. Олар музыканың әрбір тактісіне қойылған. Тыңдап көрейік. Яғни, егерде біреуде музыкалық слухы жоқ болса, бұл нүктелерге жүгінсеңіз болады. Енді монтаж. Ең алдымен мен барлық видеолардың жылдамдығын 2 есе жайлатамын. Өйткені шығармашылық ойым сондай. Енді музыканың сәніне сай кесе бастаймын. Артық видеоларды былай немесе бір басып кетіріп тастаймын. Әрі қарай болатын процесті мен жылдам көрсетемін, болғасын түсіндіретін боламын. Өйткені бұл шығармашылық процесс, сөйлеп отырып монтаждау ыңғайсыз. Say 98. Мінекей бізде монтаж аяқталды. Көріп тұрғандай, мен бұл жерде тек видеоларды кесуден басқа ештеңе істеген жоқпын. Музыкаға сай кесу үшін мен де нүктелерді пайдаландым. Бір көріп жіберейік. Менде жоғарыда видео үстінде фильтр, слой тұр. Яғни бояу болды. Басқа артық ештеңе жоқ. Монтаж кезінде кадрлардың план жағынан сәйкестігін ұмытпаңыз. Мысалы, менде мына жерде общий планнан кейін бірінші средний план монтаждалып тұр. Бұл видеоның сәнділігін өсіреді. Енді видеоны сақтау үшін экспорт батырмасына басып 1080 30 кадрды таңдаймыз. Бұл әлеуметтік желілердің талаптарына сәйкес параметрлер. Сохранить. Болды.
Осылайша біздің сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде практика және тағы да практика. Қол үйретіп монтаждай беріңіз. 3 видео монтажынан кейін уже нормально примерно бәрін істей бастайсыз. Ендеше сәттілік. Келесі сабақтарда көріскенше.